Бұл сабақта біз сандармен жұмыс істеуге арналған бірнеше пайдалы функцияларды қарастырамыз. X айнымалысына 2,9 мәнін берейік. Бұл санды жуықтау үшін біз кіріктірілген дайын раунд функциясын пайдалана аламыз. Оған X айнымалысын беріп, экран бетіне шығарып көретін болсақ, мәні 3 болады. Яғни бұл функция мәнді дөңгелектейді. Python тілінде кірістірілген функциялар өте көп. Мысалы, ABC санның абсолютті мәнін табуға арналған функция. Ол әрқашан оң сан қайтарады. Теріс минус 2,9 санын берсек, жауап оң 2,9 сан шығады. Бұл Python'да берілген кіріктірілген функциялар. Ал егер сіз күрделі математикалық функцияларды пайдаланғыңыз келсе, сізге математикалық модульді импорттау керек. Python'дағы модуль дайын функциялардың код жинағы сақталған бөлек файл болып табылады. Біз бұндай модульдерді кодты ұйымдастыру үшін пайдаланамыз. Салыстыру ретінде супермаркет туралы ойланыңыз. Сіз супермаркетке барған кезде жемістер мен көкөністерге не сүт өнімдеріне арналған әртүрлі бөлімдерді көресіздер. Супермаркеттегі әрбір бөлім ол Python тіліндегі модуль сияқты. Сонымен Python'да математикалық есептеулерді қамтитын математика модулі бар. Осы модульді пайдалана алу үшін программаның жоғарғы жағына import математика, яғни math деп жазуымыз керек. Және де барлығын кіші әріппен тереміз. Осы арқылы біз математикалық модульді осында импорттадық, яғни енгіздік десек болады. Енді біз бұл модульдің дайын функцияларына қол жеткізе аламыз. Мәселен, модуль атын жазып, нүкте қойсақ, осы модульде қол жетімді функциялардың барлығын көре аламыз. Мәселен, cell функциясы арқылы 2,9 санын жоғарыға жуықтауға болады. Не floor функциясымен тура сол санды төменге жуықтасақ болады. Сонымен қатар біз модульден тек бір функцияны ғана жүктеуіміз келсе, келесі үлгідегідей жазуымыз керек. From math import sqrt. Яғни математика модулінен sqrt функциясын жүктедік. Бұл жағдайда біз функция атын бірден жазып қолдана аламыз. Яғни ешқандай нүктенің пайдаланудың қажеті жоқ. Қолдан көрейік. Print sqrt жақшалар ортасынан 16 берейін. sqrt негізінен санның квадрат түбірін табады. Яғни бізде жауап 4 болады. Жалпы бұл модульде көптеген функциялар бар. Олардың барлығын қарастыру үшін курста берілген сілтемені пайдаланыңыз. Осы жерде математикалық модульдің құжаттамасын көре аласыз.